Жыл сайын ауған соғысы ардагерлерінің ұйымдары бастамасымен кеңестік қырық армияның Ауғанстанға кірген күні мен шыққан күні аталып өтеді. Биыл ауған соғысының аяқталғанына 30 жыл болып отыр. Осыған орай гуманитарлық ғылымдар және өнер факультеті журналистика кафедрасы ерлікке тағзым атты шара ұйымдастырды. Студенттермен кездескен ардагерлер ел шеккен соғыс азабын айтып, сырлы сұхбат құрды. Қазіргі мен бұрынғыдан салыстырмалы түрде айтатын болсақ, жер мен көктей деп айтуға болады. Бұрын сонда Советтер кеңесінде, Советтер одағында басқаша болды. Қазір саясатта сол кезгі адамдардың түсінігі де қазір басқаша. Міне әрине аман есен сол ауған соғысынан аман есен жеттік. Дей тұрғанмен де енді біздің болашағымызға, болашақ жастарымызға тек қана жарқын өмір, бейбіт өмір сыйлағым келеді. Мен тілерім сол. Ұйымдастырушылар тарапынан арнайы қойылымдар сахналанып, жастар жырдан шашу шашты. Сондай-ақ ардагерлердің өткен өмірінен сыр шертер арнайы бейне көрсетілім назарға ұсынылды. Барлығымызға мәлім, жуырда ғана жастармен кездесуде өткен форумда елбасымыз осы еліміздегі әскери патриоттық тәрбие жұмысына үлкен мән беріп, үкіметке 2025 жылға дейін жоспар дайындауға тапсырма берген болатұғын. Біздің Халил Досмұхамедов атындағы университетте осы іс-шараларды іске асыруда көптеген жұмыстар жүруде. Атап айтсақ, ректорымыз Абдалла Хатулы Талкеновтың тікелей қатысуыменен университет жанынан әскери кафедра ашылды. Ол жерде жігіттерімізбен қатар студент қыздарымыз да білім алуда. Демек, ертең болашақ отан қорғаушылар өздерінің әскери билеттерін алып, осы жерде білімдерімен оқуларын жалғасуда. Жастардың бүгінгі беталысы мен болашағына деген талпыныстарына баға берген ардагерлер кездесу соңын естелік суретке түсумен тәмамдады. Назерке Жаңбырбай, Тамерлан Кенжеболатов, арнайы асу жаңалықтар үшін.